Сәлем достар, сіздермен EasyKZ инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі тақырып ақш қор нарықтарына арналады. Көпшілік көрермендер, Nasdaq пен Нью-Йорк қор биржасының айырмашылығы неде? Бағалы қағазды екеуінің қайсынан сатып алған дұрыс деген сияқты сұрақтарды қойып жатады. Бұл сұрақтардың жауабын және осы биржалар жайлы басқа да ақпараттарды білгілеріңіз келсе, менімен видеоның соңына дейін болыңыздар. Әдеттегіше, сіздерден арнаның дамуын қолдап, видеоға алдын ала лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Арнаның жаңа көрермендері болсаңыздар, арнаға тіркеле кетіңіздер. Бұл сіздерге тегін білім алуда үлкен көмек болса, мен үшін арнаны жүргізуге үлкен мотивация. Сонымен, Nasdaq және Нью-Йорк қор биржалары. Екеуі де ақш-тың Нью-Йорк қаласында орналасқан әлемдегі ең үлкен қор нарықтары. Бұл екі биржада бағалы қағаздарды саудалаумен айналысады. Алайда екеуінің бір-біріне деген ұқсастықтарына қарамастан, оларда листингтелетін бағалы қағаздар түрі бойынша, листингтеу шарттары бойынша, биржаның жұмыс істеу принципі бойынша және трейдингтік процестер бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Бұл жерде листингтеу дегеннің компанияның бағалы қағаздарды қор нарығына шығару үдерісін айтатындығын барлықтарыңыз түсініп отырған шығарсыздар. Енді біраз тарихқа көз жүгіртейік. Нью-Йорк қор нарығы 1792 жылы Баттон-Вуд келісімшарты негізінде құрылған. Ал қазіргі кезде нарықтық капитализациясы 25 триллион долларды құрап отыр. Ал Nasdaq болса салыстырмалы түрде жас биржа. Ол бар болғаны 1971 жылы құрылған. Оның капитализациясы 16 триллион долларды құрап отыр. Екі биржа тарихи тұрғыда қалыптасуына байланысты екі түрлі саудаласу алаңын ұсынады. Нью-Йорк қор биржасы Уолл-стритте арнайы саудаласу алаңында физикалық тұрғыда және жартылай электронды түрде сауда-саттық жүргізетін болса, Nasdaq сауда-саттықты тек электронды түрде жүргізеді. Оның ешқандай физикалық сауда-саттық жасайтын алаңы жоқ. Нью-Йорк қор биржасында сауда-саттық ағылшын тілінде Open Outcry деп аталатын әдіспен жүргізіледі. Яғни, трейдерлер тікелей байланыс арқылы сауда жасайды. Ал Nasdaqта сауда-саттық алгоритмдер арқылы толық автоматтандырылған жүйеде өтеді. Одан бөлек, Nasdaq және Нью-Йорк қор нарығында листингтеу кезінде биржалардың компанияларды өзіне тартудың бірегей ерекшеліктеріне ие. Nasdaqта негізінен технологиялық және инновациялық компаниялар сауда жасайды. Олардың көпшілігі стартаптар мен жаңа технологиялық өнімдерге қызығушылық танытатын компаниялар. Ал Нью-Йорк қор биржасында дәстүрлі, тұрақты табыс әкелетін компаниялар жиі орналасады. Мысалы, өндіріс, қаржы, энергетика секторының алыптары. Бұл екі биржаның жалпылама ерекшеліктері. Енді инвестор тұрғысынан осы биржаларға зерттеу жүргізіп көрейік. Кез келген инвесторда қай биржада сауда-саттық жүргізген дұрыс деген сұрақ туындауы мүмкін. Негізінен инвестор үшін қай биржада сауда-саттық қолайлы екені бірнеше факторларға байланысты болады. Соның ішінде инвестордың мақсаттары, тәуекелге дайындық деңгейі және қызығушылық салалары ескеріледі. Біріншіден, инвестор технологиялық және жаңа стартап компанияларға қызығушылық танытса, Nasdaqтағы сауда алаңы тиімді болуы мүмкін. Бұл биржада көбінесе технологиялық және инновациялық саланың компаниялары сауда жасайды. Мысалы, Google, Apple, Microsoft, Tesla сияқты танымал компаниялар. Nasdaqтағы компаниялар жылдам өсуді көздейді, бірақ олардың акцияларының бағалары тұрақсыздықты жиі көрсетеді. Сондықтан да тәуекел деңгейі жоғары болады. Екіншіден, егер инвестор дәстүрлі және тұрақты табыс әкелетін компанияларға қызығатын болса, Нью-Йорк қор нарығында сауда жүргізгені дұрыс. Бұл биржада көбіне қаржы, энергетика, өндіріс салаларындағы тұрақты компаниялар саудаланады. Олар
баяу дамыса да дивидендтер төлеуі тұрақты және қауіпсіз. Мысалы, Coca-Cola, Johnson & Johnson, IBM сияқты ірі корпорациялардың бағалы қағаздары осы биржаларда саудаланады. Бұндай компаниялар ұзақ мерзімді және тәуекелі төмен инвестицияны көздейтіндер үшін өте қолайлы. Үшіншіден, биржаның жұмысы және сауда ерекшеліктеріне асар назар аударатын инвесторлар үшін NASDAQ толықтай автоматтандырылған және сандық негіздегі биржа болғандықтан жылдам өзгерістерге икемді, ал ол трейдингпен айналысатындарға ыңғайлы болуы мүмкін. Ал Нью-Йорк қор биржасы дәстүрлі сауда әдісін ұстанады, яғни кейде тікелей трейдерлер қатысатын сауда тәсілдерін пайдаланады. Бұл кейбір инвесторлар үшін сенімдірек көрінеді. Төртіншіден, биржа көлемі мен ликвидтілігі инвестор үшін маңызды болса, олар келесі факторды ескерулері керек. Нью-Йорк қор биржасы әлемдегі ең ірі биржа, ал NASDAQ технологиялық компаниялардың жоғарғы деңгейіндегі өтімділігін қамтамасыз етеді. Егер өтімділігі жоғары нарықтарда сауда жүргізуді қаласаңыз, екі биржада да сауда жасауға болады. Себебі екеуінде де акцияларды тез сату немесе сатып алу мүмкіндігі өте жоғары. Осы фактыларға негізделе отырып, өзіңізге ыңғайлы биржаны таңдасаңыз болады. Ендігі инвесторларды қызықтыратын сұрақ: бір бағалы қағаз екі биржада саудаланса, қай биржадан алған дұрыс? Егер компания NASDAQ пен Нью-Йорк қор биржасында бір уақытта листингтелген болса, қай биржадан сатып алу сіз үшін тиімді болатындығын анықтау үшін келесі факторларды ескеру маңызды. Біріншіден, егер инвестор үшін сауда көлемі мен өтімділік маңызды болса, NASDAQ биржасынан технологиялық компанияларды сатып алу тиімді. Екіншіден, комиссия көлемі сізге маңызды болса, брокеріңізге байланысты екі биржаны салыстырып көріңіз. Әрбір брокер әрбір биржаға әртүрлі комиссия ұстауы мүмкін. Сонымен қатар, назар аударатын келесі ерекшелік бағалы қағаздың екі биржадағы бағасы. Нарық динамикасына қарамастан, баға айырмашылығы әдетте биржалар арасында аз. Бірақ үлкен көлемде сауда-саттық жасасаңыз, баға айырмасына мән беріп, тиімдісін алған жөн. Осымен NASDAQ және Нью-Йорк қор биржалары туралы видео соңына келіп жетті. Видео соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі видеоларда көріскенше.